Қайырлы кеш достар. Енді екінші кеңес. Сіздер мұнаның барлығын алдық келіп. Лампочка бар, поилка бар, штатын бар, керамический лампа бар. Барлығын қордыңыздар, біреулер қордыңыздар. Енді қанша балапанмен бастау керек? Бірінші бастайтын кезде ағайын, мен сияқты қымбат балапаннан алмаңыздар. Опыт болмаған кезде көп нәрсені үйрену керек. Дұрыс істемей қаласыз мүмкін бірінші кездері. Балапандар өлтіріп аласыз. Сол үшін қымбат балапан бірден алуға кеңес бермеймін. Ол X-тен қараңыздар, арзан, домашний, 100 теңге, 150 теңгелік балапандар бар. Порода емес, простой балапандарда. Содан бір 40-50-ні алыңыздар, простой балапаннан. Бірінші сонымен үйреніңіздер, қарауды соған. Сосын содан кейін опыт жинайсыздар. Қай жерде ошибка жібердіңіз, не істедіңіз. Адам барлығы бірінші өз істеп көрмейінше, ол видеодағы нәрсе басқаша болады. Сол үшін арзан балапанмен көрсеңіздер, 40-50-мен бастаңыздар. Істеп, градусша температурасын қалай қою керек, не істеу керек екенін барлығын сол арзан балапанмен үйреніп алсаңыздар. Кейін екінші партиясын қымбат балапанмен кәдімгі осындай Кушинский, жаңағыдай породалыда өзіңіз алып қалатын сондай балапандармен бастасаңыз болады ағайын. Енді бұл маған енді Ресейден кейін қымбатқа түсіп тұр ғой бұл. Бұл Қазақстанда данный момент 600 теңге, 500 теңге, мықтылары 700 теңге. Бұндай балапандар қазір таңда. Міне ағайын. Екінші кеңесім сол. Ең арзан балапан менен порода болмаса да, простой болса да кейін сатып жібересіздер. Үйрену үшін 40-50 балапанды алып, сонымен үйренесіздер. Сосын өзі опыт жиналып, қалай қарау керек екен, не істеу керек екен. Ал егер бірден қымбат балапан алып орнып қалатын болсаңыздар, андай желанияңыз айтып кетеді, бұл тірлікті істегіңіз келмейтін болады. Сол үшін мүмкіншілігінше арзан балапанмен бастауға кеңес беремін. Мына ағайын, екінші кеңесім осы болатын. Шаруашылық бастап жатсаңыздар, дамыңыздар, көбейіңіздер. Алла Тағала берекесін берсін. Алла Тағала тіл көзін сақтасын. Міне ағайын. Осы сәттілік сіздерге. Күндеріңіз сәтті өтсін.